Армысыз құрметті тыңдаушы, арнама қош келдіңіздер. Егер де арнама тіркелмесеңіздер, онда қызықты әңгімелер мен оқиғаларды жіберіп алмас үшін арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Және де әңгімес басталмас бұрын лайк басып, каналға тіркеліп, астына ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Рахмет. Құрметті тыңдаушылар, өткенде менің арнамда осы әңгіменің бірінші бөлімі шыққан. Енді екінші бөлімін тыңдай отырыңыздар, яғни соңғы бөлімі. Арыстанның бұлай істегеніне қатты қиналдым. Бір есептен өзімді де кінәладым. Ол маған ешқашан үйленеміз, қосыламыз деген жоқ. Аймалап сүйгеніне, құшақтап қысқанына мәз болып, алып денесінің астында ләззатқа көміліп, бақыттан басым айналып, еш нәрсе ойлауға мұрша бермеген екен. Бөлімге Арыстанның орнына 50-ден асқан үлкен кісі бастық келді. Бірақ маған бәрібір еді. Өмірге деген еңсем түсіп кеткен еді. Сөйтіп, солай арада айлар, жылдар өтті. Өзім қатарлы бір-екі жігітпен айына, 2 айда кездесіп, көңіл көтеріп жүргені болмаса, өмірім бір қалыпты өте берді. Сондай күндердің бірінде басқа бөлімнің бір қызметкері туған күн жасап бәрімізді шақырды. Басқа бөлімдегі біздің бөлімнің жас жігіттері қатар құрбы ретінде әзілдесіп, араласып жүретінбіз. Тек Арыстан барда мен оларды көзге ілмеуші едім. Олар да маған қатты ұмтыла бермейтін. Содан туған күнге бардық. Жергілікті мықты кафелердің бірінде болдық. Іштік, жедік, биледік, жігіттер жағының барлығы дерлік мені көзбен ішіп жеп қоярдай болып отырды. Енді бір батылдауы әзілдеген болып: «О, Тоня, осы мен ерте үйленіп қойған сияқтымын. Қап, өзіңдей періштенің кездесерін білгенде күтетін едім» деген сөз шарапқа уланып отырған миға дәл тиді. Мен жүзіп кеттім. Сонымен не керек? Сол туған күннен соң басы бос жігіттер мен әйелдері, үйде қалғандары бар. Туған күнді бір үйде жалғастырдық. Ар жағын, аға, өзің түсініп отырған боларсың. Сол күннен бастап мекеменің гүлі атандым. Айналамдағы жігіттер қасымда құрақ ұшып жүретін болды. Мен де өз кезегімде оларға оң көзбен, анығырақ айтсам, оң жаңбаспен қарайтын болдым. Бұның бәрі алдамшы, жалған 5 күндік тірлік екенін сезетін едім. Әйтсе де жаныма қатты тиген бір сөз болды. Ол мекеме жігіттері оңашада темекі тартып, қарқылдасып отырған жерге айдаусызда барып қалдым. Мені періште деп қол жүгіртіп ойнап жүрген біреуі: «Жігіттер, Тоняны ортаға алып, бір отырыспақ жасамадық па? Құдайға шүкір, әрекең тегін тастап кетті емес пе? Әпшаққа» деп дарақлана күлгенде бәрі соны қостай күлді. Жыным келіп, ашуланғаным сонша, сол сәтте қолымда қару болса бәрін ойланбастан ата салар едім. Бетіме періштем, гүлім, сұлуым деп жүріп, сыртымнан осындай ат қойғанына жыным келді. «Тоня, жұрттың бәрі сені жақсы көреді екен, еркек біткеннің бәрі сенің жолыңда өлуге бар» дегенге шар сияқты үріліп жүре беріппін. Неткен көріс оқыр едім десеңші. Сыртымнан сыпсыңдаған сөзге құлақ салмаған неткен саңырау болғанмын. Айналамның бәрінен жерініп, тума-туыстың бәрі менен жерініп, күндерім өте берді. Бір күні жаңа шал бастығым шақырды. Кіргеннен: «Тоня, сен өз еркіңмен жұмыстан шығам деп арызыңды жаза бер. Себебі үстіңнен арыз бар. Жұмысқа қырың жоқ екен. Себепсіз жұмыстан қалады екенсің. Ең жаманы, біреулердің отбасына от салып жүр екенсің. Моральдық тұрғыдан азғындап жүр екенсің. Осы арызбен мен сені ешқашан мемлекеттік қызметке тұра алмайтын қылып, статьямен шығарып жібере алам», деді көзінің астымен тесіле қарап. Өңменімнен өтер аш көз қарас мысымды басып тұр. Әлсіздігімді көз жасым сездіріп қойды. Бетімді басып еңкілдеп қоя бердім. Шал бастығым орнынан тұрып келіп: «Төй, бұл енді дұрыс емес. Осылайда бола ма? Бір реттерін қарастырармыз. Қоя ғой енді», деп құшақтап белімді, жамбасымды сипай бастады.
Арам шалдың ішкі ойын түсініп тұрмын. Бетіне ашып айтып, шығып кетем дегенше шал бастығым: Тоня жан, өзің түсінуің керек. Жастар ол сұлулықтың қадірін білмейді. Ұшып қонған көбелек қой олар. Саған мықты, емендей тірек қажет. Қажет десең, мен сенің мансабыңды көтеріп жібере алам. Сен тек жай ғана: ағай, сізге сенем десең, мен сен үшін тау қопармаймын ба, деп ерсілі ырсылдап қолын тұла бойыма жүгірте бастады. Сол сәтте өзіме өзім келгенмен қолдарын қағып жіберіп: оңбаған иттер, үлкенің бар, кішің бар, кәрің бар, жасың бар, түгел оңбағансыңдар. Сендермен жұмыстас болып көрінгенге төсеніш болғанша кеткенім жақсы бұл жерден, деп кабинеттен шығып кеттім. Өзім отыратын столға келіп, жеке нәрселерімді жинақтап жатқанымда, бөлімдегі үлкен екі апай келіп мысқылдай, күстаналай қарап тұрды. Жынымның келгені сонша бар зәрімді соларға төктім. Қараңдар, мысқылдаңдар, кәрі қарғалар, қарқылдаңдар, мазақтаңдар, өсектеңдер. Бір нәрсені біліңдер: я мен жастықпен істеген шығармын, ақмақтық қылған шығармын. Бірақ сіздер де бөтен еркектерге жырпылдап қалған емессіңдер ме? Әсіресе ол еркек бастық бай болса, бала шағаларың бар, алдың келін алып отырсыңдар. Мансабы бар еркек беттеріңе жылы қараса, майысып, әлек болып қаласыңдар емес пе? Немене, бүгін келіп, құзғынданып тұрсыңдар? Сендердің жиі айтатын Моника Белучидің әрбір әйелде бір жүзекше жасырынып жатыр деген еді ғой. Бүгін келіп дін көрмегендей болып тұрсыздар. Дегенімде екеуі де қой құрсын, пәлесінен аулақ, деп зып етіп жоқ болды. Сонымен жұмыстан кеттім. Қалаға кеттім. Вахталық әдіспен жұмысқа тұрдым. Онда да үлкен мансапты кісінің арқасында. Бәріне сол кісінің арқасында төсек пен тән арқылы жеттім десе де болады. Содан жақында бір сыныптас құрбым, сыныптас бір жігіттің әлі бойдақ екенін айтып: шанс болса екеуіңді қосып жіберейік, демалысыңда ауылға келіп кетсеңші, дегенге сыныптас құрбыларымды көрейін дедім. Бір жағынан бойдақ жігітке тиіп отбасы болып кетсем деген есек дәмемен келгенім еді. Я, сыныптастармен кафеде кездестік. Бойдақ жігіт те келді. Баяғыда мектепте жүргенде бар жоғын байқамайтын бозымбай болушы еді. Әлі де сол қалпында. Көп сөйлемейді. Жұрттың әжуа мазағын еркін қабылдап, ыржиып қана отыр. Отырыспақтан соң оңаша отырып сөйлессін деп сыныптас жігіттер жағдай жасаған болатын. Сөйлесіп отырғанда да бозымбайымның сөзі бір жолата өлтірді мен. Тоня, суға кеткен тал қармайды дегенді түсінем, бірақ сен қармайтын тал мен емес. Сені алып неше адаммен бажа екенімді есептеп отырғым келмейді. Ренжіме. Әркім өз жолының жолаушысы, әркім өз бақытының ұстасы, деп ешкіммен қоштаспастан шығып кетті. Содан соң-ақ мен бұл өмірде орнымды жоғалтқанымды түсіндім аға, деп сөзін аяқтады. Не айтарымды білмей, 5-6 минут отырып, тамағымды кенеп, қырылдай сөйлей: Тоня, сен олай ойлама. Өмірге келген әрбір адамның өз миссиясы болады. Адам өзі оны толық түсінбесе де, соны орындап жүруі мүмкін. Сол мақсатты түсінем дегенше басың тау-тасқа талай рет соғады. Сен бір-екі рет меселің қайтқанға орнымды жоғалттым немесе таппадым деме. Сенің орның әлі босаған жоқ, немесе дайын емес. Я, саған бірден өзің ойлағандай отбасы болып кетуің оңай болмас. Сондықтан сен отбасыны өзің неге жасап алмайсың? Дегенімде үміттене жалт қарап: қалай? Деді. Түсінесің бе, Тоня, сен сияқты тағдырымен тайталасып жүрген, адасып барып жолын тапқан адам аз емес. Жалғыздық жанына батып жүрген, араққа салынған немесе мүгедектігі бар жігіттер бар. Неге солардың біреуінің өмірге деген құштарлығын оятып, жалғыздығына серік болып,
тек екеуімізге арналған бір ғұмыр жасамасқа. Сен бар жоғы 32-десің. Әлі ұзақ өмір алдыңда. Мүмкін әйелі өліп, балаларына ана болар, жан таппай, жаны шырқырап жүрген жігіттің жүрегіне демеу боларсың. Кім біліпті, қай жерден шырағың жанып, қайсы үйдің шамын жағарыңды. Солай қарындасым, өмірден түңілуге әлі ерте саған. Қандай адамға кезіксең де, сұлулығыңмен емес, мейіріммен қаратып алуға тырыс. Отбасылық жағдайда да мейірім бірінші орында болсын. Сол мейіріммен өзің сияқты бір адамның өшкелі тұрған отын жағаласың. Екеуіңнің оттарың өзгелер сүйсініп жылынар алау болары анық. Дегенімде, солай ма, аға? Өмірден кетуге ерте ме әлі? Мен тындыратын іс бар ма сонда? Деп көздері жылтырап, от жанып шыға келді. Бақытты бол қарындасым, бәрі жақсы болады. Құрметті тыңдаушылар, соңы, егерде бірінші бөлімін тыңдағыларыңыз келсе, онда арнама міндетті түрде тіркеліп, бірінші бөлімін тыңдаңыздар. Осы әңгімеге лайк басып, және де алдағы қызықты әңгімелерді тыңдау үшін, онда міндетті түрде каналға тіркеліп, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.